балаларını калдырдылар в тылу. Эшкенсер, Аджимушкайский, каменоломнада, партизандарда болдылар. Иногранили, внезапно немцы, олар окруженияда калганлар. Шундан соң бүтін топлап, бір сутка Керченік түрмесінде тұтып, сол машина Багирева противотанка окоплар батты. Бұл хаберні бір күн жоқ, екі күн жоқ, үшінші, төртінші күні рахметлі битам қартанам, анам, анасы көйлерден келген адамлардан естіп, арба ояққа барып, шығарып, бір елге алып барып, көмкенді жиғандар. Қабырстанға, андан соң естіп, қартанам өзі барып, бір апта Багиреуге қатынап, 23 күшін астынан бабамды тапты. Пенжере тұрамыз, деңіз яқын көредім. Қамышбұрында да көредім. Қамышбұрында бек жоқ, пароходлар жоқты. Адамлармен бүтін мына біздің Қырымның Краснодарға шығарырақ маллар, қойлар бүтіні жоқты. Бомбит еттілер, немселер. Олардың полын яқшы. Şu 18 майда біз ұйқылай едік. Қақылған, анам тұрған, ашқан, біз ята едік. Сон анам біздеріне ұятты. Тұрың балалар, тұрың деді, қартанам екісі. Сон тұрдық. Анам бүтін үстін ташладық да, көтеріп атты, бір қабат ұрбақ кесетті. Бір солдат тұрайды ма қапы янында. Қапы ашық еді, екіншісі сұрып келіп, анам айтты русша. Вы это не бросайте, деді. Вам это пригодится, деді. Анам айтты, біз бабаңлар атылды, балам, бізді атылашақымыз ғалыбы, деп. Вам пригодится, деген. Анам бір боқша, біз евден шықмадық да. Қамышбұрында бүтмішіміз қалды, көйден шықтық. Ана не бар, бір боқша қарт, анам бір боқша деді. Анам бір паршашық ағам, ашамақ ішметте, бір шей жоқ. Не тапқан, алып шыққандар ішті. Балабан станцияға келіп тоқтағанда, бір сәт не тоқтай екен. Ана онда бір қоп қашып бізге какой-нибудь шорба алып келеділер. Крупамы, не олса да бір шорба шығап келеділер. И вот такие, помню, буханка, 2-3 буханка отнеге алып келеділер. Hepsini mine böyle kesip bala çakağa dağıtaydı şunda bir kişi. Bir küçüğüne anlatırken çaşka şorbaç. Bir çoğumuş. Tiygenge tiye, tiymenge yok. Aşağıdan aşağı, aşağıdan yok. Kimini alıp çıkamsa şuna şey kenedi. Bek sıcağıydı. Ayağını yerге toprakқа қойсаң яқар еді. Шын үшін мен бек sıcаққа біздің адамлар даяна алмадылар. Арық суы жоқ. Аны арықтан алып тындырып, içer едік, аш су да шундан. Қартанам даяна алмаған емес, мен не выдержала? 67 yaşında keçінді. Уже күзге мен қасталандым. 2 сентябрьдірім, недірім, о малда уже мен тиф қастаусы болған. Тифтен яқшы болдым, 3 ай яттым. Я не помню даже без сознания ятканым, ары болғаным, аяққа тұрдым. Аны өлетіп сон, яваш, мен маляриямен бек көп. Трясет, температура 43 жыл қаста болды. После тифа. Бірінші класстан памық жейдім. Бір қашық мірш береді оға. Анам школадан шайтып жүрдік. Сон анам школаға уборса болып кірді, çalışmaya. Ана ондан бір қашқы мыш. И мынандай не дейлер шыларға шу карточкалар бергендер. Райондан
каждому по буханку хлеб, бушичек, паек, ожаларға. Сон ожалар хепсін анам қолына берген, сіздің ақайыңыз жоқ, балаларыңыз яш деп. Анам барып рахметлі, мынадай чоңалымнен, помню, мынадай қап-қара буханка өтмеклерін 8 километр Хатырчы райондан пекарниден бұлетіп көтеріп алып келіп біздің бақайдан. Енер бір қозы, бұрмада бұрма бойныңызы, ач көзіңді да қарада көзлім, доғды